Reddit қолданушылары, сен айдың күннің аманында көрген ең қорқыныш нәрсе немесе қандай миға қонымсыз түсініксіз жағдайға куә болдың? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Мен 15 жаста болғанымда 70-тер шамасындағы шалдың канализация қақпағын ашып ішіне секіріп кеткенін көрдім. 2008 жылы тау велосипед жарысына қатысқанмын. Сол күні күн өте ыстық болды. Шамамен 50-60 градус. Орманда ауа жоқтың қасы. Біз 3 адам болып алда келе жаттық. Жолдағы тағы бір жарысушыны айналып өтпек болғанбыз. Ол жаңа ғана биік жолдан түсіп бір шұңқырға құлап кетті. Үшеуміз де тоқтадық. Шұңқырдың жары тік және өте терең болатын. Біз жарты жолдан оның велосипедін таптық, бірақ адамның өзін таба алмадық. Кейіннен жарыс ұйымдастырушылары іздеу операциясын ұйымдастырды, бірақ әлі күнге дейін оны ешкім таба алмады. Мен үшін өте түсініксіз жағдай. Бірде мен ата-әжемнің үйіне бара жатқанымда қайдан екені белгісіз қолыма бір тамшы қан тамып кетті. Жоғары қарағанда аспанда құстар болмады, және ол жерде биік ағаштар да жоқ болатын. Арада 15 жыл өтсе де сол оқиға әлі миымнан кетпейді. Әлі күнге дейін бұл кімнің, ненің қаны екенін деп ойланып кетем. Мүмкін бұл оқиға осында сәйкес келер. Біз әйелім екеуміз Техас штатының сыртындағы үйде тұрамыз. Залда үлкен диван бар еді. Ол өте ұзын және ауыр болатын. Сол үшін бөлменің шетінде тұрды. Бір күні ұйқыдан тұрсақ, диван бөлменің қақ ортасында тұр. Әйелім екеуміз аң-таң болып бір-бірімізге қарадық. Әйелім де мен де түнде бөлмеден шықпадық. Итіміз де бізбен бірге бөлмеде болды. Ұйқы сұрайтын әдетіміз де жоқ. Ұйқы сұрап тұрғанның өзінде диван жылжытуға бір адамның күші жетпес еді. Біз үшін бұл өте түсініксіз және қорқынышты оқиға болды. Бір күні менің ас үйдегі үстелімнің үстінен тіс тауып алдым. Бүкіл отбасымнан сұрадым, ешкімнің тісі түспеген. Балалардың да менің де ешқандай тісіміз түспеген. Бұл тістің қайдан шыққанын білмеймін. Әлі күнге дейін бәріміз еске алып ұзақ ойланып кетеміз. Бірде адам көп көшеден өтіп бара жатып, менен аумайтын бір адамды кездестірдім. Екеуміз бір-бірімізден көз алмай келе жатырмыз. Бір-бірімізге жақындағанда тоқтап сөйлесудің орнына үнсіз өте шықтық. Басқа адамдар тоқтап, егізін тапқанына қуанатын болса, мен іштей қатты ашуланып, мына жексұрын менің түрімді алып алған не істеп, іштей оны жамандап кеттім. Йоу, менің арманым ғой ол өзімнің егізімді кездестіру. Тапсам неше түрлі қызық болатын еді. Көлік тұрағында тұрғанымда маған қолымдағы сүйегі сыртқа шығып кеткен, бетінің және денесінің терілері ашылған бір жігіт келіп темекі сұрады. Мен түрін көріп жедел жәрдемге қоңырау шалмақшы болғанымда ол қашып кетті. Денесіндегі терілері ашылса да үстінен қан ағып тұрмады, және ол өте шапшаң қимылдады. Бірде мен Эдмонтондағы Йеллоухед тас жолы арқылы бір жұмыс орнынан екіншісіне бара жатқанмын. Неге екені белгісіз қасымдағы бос жолаушы орындығына қарағанымда үлкен жарқыраған шарды көрдім. Сарғыш ақ түсті жарық зат. Мен шарды байқаған кезде ол орындықтан баяу көтерілді және ашық тұрған терезеден қалқып шығып кетті. Бұл оқиғаға сәйкес пе емес пе білмеймін, бірақ сол түні мен жарық шарды көрген кезде қаладағы тәтем қайтыс болған екен. Бірде әкем, ағам және мен Флоридадағы кинотеатрға бардық. Кеш бата бастаған уақыт еді, сондықтан күн қараңғы бола бастады. Біз билет алатын жерге келдік. Жан-жағымызға қарасақ, кинотеатрда мүлдем ешкім жоқ. Қызметкерлер де, басқа адамдар да жоқ. Біз билет сататын адамды ұзақ іздедік. Таппаған соң жай ғана ішке кірдік. Қосылып тұрған киноны көруге отырдық. Залда да ешкім болмады. Кино бітпей шығып кеттік. Өмірдегі ең түсініксіз жағдайдың бірі болды. Бірде көшенің арғы бетінде екі аяқпен жүріп бара жатқан итті көрдім. Мені кәдімгідей қорқытты. Басында миым түсіне алмай біраз ойланып тұрып қалдым. Бірде мен досым екеуміз автобусымызға бара жатыр едік. Бір сәтте екеуміздің көзіміз алдағы тұрған қыздың арқасындағы дәу қырқаяққа түсті. Ол қыздың арқасынан басына қарай жылжып шашының арасына кіріп кетті. Екеуміз шокпыз. Қызға айтсақ сенбейді. Олай болуы мүмкін емес, әзілдеп тұрсыңдар деп қашып кетті. Мен зомби көрдім. Жалаңаш ер адам, терісі лас, көздері біртүрлі, аяқ-қолдары бүгілмейді, қатайып алған. Өте жай қозғалып көшеден өтіп бара жатты. Мен 80 жылдардың аяғында Ямайкада жұмыс істедім. Мен ямайкалық достарымнан сұрағанымда олар бұл зомби деді. Бірақ бұл сиқыр емес, есірткінің әсері болатын. Бірнеше аптадан кейін мен тағы біреуін көрдім. Бұл жолы кемпір наркоман. Кішкентай кезімде туыс ағам екеуміз үй жақтағы орманда қан көйлек тауып алдық. Туыс ағамның аталары сол уақытта аңға шыққан болатын. Сондықтан біз солардың ісі болар деп ойладық. Біраз жүргесін аяқ киімі шорты салынған сөмкені таптық. Сөмкедегі заттар кішкентай бойлы әйелдің заттары сияқты болып көрінді. Бұл туралы әкем мен атама айтқанымызда бізді жазаға тартты. Және ешқашан бұл туралы айтпайсыңдар деп ұрысты. Ағам екеуміз әлі сол оқиғаны қорқынышпен еске аламыз. Менің ойымша сізге полицияға хабарласу керек секілді. Аталарыңыз бір жаман нәрсе жасап қойған болса керек. Үнсіз қалмаңыздар. Мүмкін солар өлтірген шығар. Бірде шіркеудің жанына өтіп бара жатқан едім. Қабір
кемелердің бірінің алдында үстіне таза ақ киім киген ковбой тұрды. Ол дәл кинодағыдай қабірге қарап тұрды. Оның шляпасы, көйлегі, кеудешелер, шалбары мен етіктерінің бәрі ақ болды. Оның терісі ақшыл түсті, шашы қысқа, қоңыр сақалды, орта келбетті жігіт еді. Мен оған қарап тұра бердім. Бір кезде көзім жұмылып қайта ашқан кезде ол жоғалып кетті. Мен Ұлыбританияда тұрамын, сондықтан ковбойға ұқсайтын адамды көру біртүрлі болды. Бұл менің миымның салып берген көрінісі ме, әлде шынымен солай болды ма білмедім. Ол кезде мен 15 жастағы шегол едім. Ол сондай шынайы көрінді. 1986 жылы 28 қаңтарда Челленджер ғарыш кемесі жарылды. Менің отбасым дәл сол уақытта тікелей эфирден жарылыс туралы көріп отырды. Осы кезде менің бөлмемнен қатты дыбыс естідік. Бөлмеге кірген кезде қабырғада ілініп тұрған ғарыш кемесінің плакаты жерге құлап қалыпты. Маған ғарыш кемелері ұнайтын. Енді ойлап қарасаңыздар, тікелей эфирде жарылған кезде плакат та жерге құлады. Еба, чызы хуйня. Мен тапа-тал түсте ешкім жоқ саябақта келе жатырдым. Мен жүріп келе жатқанда саябақта жан баласы жоқ болған еді. Кенет барлық жерде адамдар, велосипед тебушілер, ойнап жүрген балалар пайда болды. Осы сәтте миым істемей қалды. Жаңа ғана паркте адам болмаған еді. Енді міне кенеттен парк толы адамдар. Осы оқиғаны ұзақ уақыт түсіне алмай жүрдім. Шын ба, әлде маған солай көрінді ме білмеймін. Осыдан бірнеше жыл бұрын мен ата-әжеммен бірге Йеллоустоунға саяхатқа бардым. Біз Айдахо шөлімен келе жатқанда мен аспанда қалқып тұрған бір нәрсені көрдім. Басында мен бұл ұшақ деп ойладым. Шамамен 5 минуттан кейін мен оның өте тез жоғалып кеткенін көрдім. Мен әлі күнге дейін сол күні не көрдім деп ойланамын. Кейде түнімен ұйықтай алмай шығамын. Кішкентай кезімдегі оқиға, далада ойнап жүрген едім. Үлкен көкем анама бір нәрсе сыйлауға үйге келген еді. Ол көліктен түскенде менің көзім оның көлігінің астында тұрған аяқ киім сияқты затқа түсті. Бұл маған өте біртүрлі болып көрінді. Бала кезімде ойламауға тырысатынмын, өйткені мен оның не екенін түсінбедім. Мүмкін шынымен көкем адам қағып кеткен шығар, білмеймін, сұрауға қорқып жүрдім. Ақыры солай қалып кетті. Тапа-тал түсте қабірдің үстінде перісіп жатқан екі адамды көрдім. Мен үшін ең түсініксіз нәрсе осы болды. Менше олай перісу ыңғайсыз секілді. Тыныш, күлмеңдер, бұл өте жаман нәрсе. Окей, бұл түнде болған оқиға. Мен түнгі уақытта жұмыстан келіп иттеріме серуендеуге шығамын. Бірде қаланың сыртында иттермен жүрдім. Сәл жүре бергенде жерде жатқан бір қаза макарон тауып алдым. Енді соған ойланып жүрмін, бұл қайдан шықты деп. Осы жақында өзінің фотоаппаратынан өзінің палатканың ішінде ұйықтап жатқан суретін көрген әйел туралы оқыдым. Мүмкін осы нәрсе біртүрлі болған шығар. Әйелдің айтуынша ол палаткада өмірінде жатып көрмеген және өзін ешқашан түсірмеген. Көп уақытта ол жалғыз болған. Денем түршігіп кетті ғой. Колледжде оқып жүргенімде мен 11-ші қабатта балконы жоқ жатақханада тұрдым. Түскі сағат 4-тің шамасында мен бөлмеге біреудің кіргенін көрдім. Мен ол уақытта коридорда тұрғанмын. Оның артынша бөлмеге мен де кірдім. Қыздарға келген қонақ болар деп ойладым. Кімге келген сұрауға артынан барайын дедім. Бірақ бөлмеде қыздардан басқа ешкім жоқ. Мен заттарымды диванға қойдым да басқа бөлмелерді аралап шықтым. Бөлмедегілер менің не айтып жатқанымды түсінбеді. Басқа бөлмелерде үлкен емес еді, бірақ мен барлық жерде іздедім. Менің бөлмемдегі қыздар қорқып артқы жатын бөлмеде қалды. Пәтерде басқа ешкім болған жоқ. Есікті іштен бекітулі тұр. Кім екенін түсіне алмай біраз аң-таң болып отырдық. Мен бұл құбылыстың атауы қандай екенін білмеймін. Google'дан қалай іздеп анықтау керек екенін таппай қойдым. Оқиға шамамен 2013 жылы болды. Түске жақын есік алдында темекі шегіп отырғанмын. Мен орнымнан тұрып артқа қарай жүрдім. Алдымда тұрған ғимаратқа қарап тұрғанымда ол мүлдем бейтаныс болып көрінді. Мен ол ғимаратта тұрғанымды білдім. Мен оның үйім екенін білдім. 5 минут бұрын ғана сыртқа шыққанымды білдім. Бірақ миым маған бұл жерді бұрын соңды көрмегенімді және оған тән қауіп бар екенін көрсетті. Мен жоқ деп басымды шайқадым. Сол кезде ғана барлығы орнына келді. Түсіне алмай біраз тұрдым. Неге миым күнделікті көріп жүрген ғимаратты танымай қалды? Бірақ іштей біліп тұрмын, сезіп тұрмын. Мен үшін әлем бір сәтте біртүрлі болып кетті. Миымдағы флешканы орнынан қозғалып кеткендей сезім болды. Ал сен күндіз қандай қорқынышты немесе түсініксіз нәрсе көрдің? Комментарийға жазып отыр және де лайк басып каналды қолдауды ұмытпа.